Бәне сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Ернұр. Бүгін біз достар батареяның ұзаққа жетуін 5 себебін айтатын боламын. Ал ол біріншісі мынау тұрған яркості позитив тастау керек. Кейін бұл бірінші себебі. Екіншісі ол мына тұрған Wi-Fi, Bluetooth локацияны үшеуін өшіріп тастауыңыз керек. Бұл да батареяны жақсы үнемдейді. Үшіншісі бұл телефон алғанда Google аккаунт аш дейді. Соны ашпасаңыз батареяны жақсы үнемдейтін болады. Ал төртінші себебі Play Marketте батарея доктор деген программа болады. Оны ешқашан скачать етіп алмаңыз. Ол батареяға расход қылатын болады. Ал бесіншісі болса, ол мынау тұрған хабарландыру параметрі деген болады. Соның үстін бір басасыз. Кейін осы жерде осы бәрін өшіріп тастасаңыз болады. Қазір ашып алсын. Осыларды өшіріп тастасаңыз, ол да батареяны жақсы үнемдейтін болады. Тағы бір себебін айтып жібере салайын. Және бұл мынау ұшақ режимі. Бұл ұшақ режимді телефон қолданбаған кездерде қосып қоясыз. Кейін тағы керек болған кезде өшіріп, мобильный данияны қосып көре білсеңіз болады. Кейін істетіп болғаннан кейін қайтып ұшақ режимін қосып қоясыз. Кейін батареяны үнемдейтін болады. Достар, осымен біздің видеомыз соңына жетті. Сау болыңдар.